Ассалаумағалейкум менің көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгінгі видео тауықтарымыз жөнінде болмақ. Тауықтарымыз осы. Ана көріп тұрған птицарканы қосып жібердім. Жалғыз птицарка қалды. Жүргенде. Бұл дейтін клеткада тұрғасын кішкене бойы бір ай болды. Бұның уже өсіп, нәм болатын уақыт түтпенде клеткада ұстап, бұл кішкене жайылмай, қасында басқа балапандар олмен кішкене өспей қалды. Енді өсет деген ойдамын. Алла өртсіз тауықтардың арасын қосып жібердім. Адамдар сұрап отыр, брамаларың қайда, таза брамал дегенде. Брамалар осының арасында жүр. Атеш болмағаннан кейін көздер көрінбей жүрген шығар. Брамалар жүр арасында. Сосын бір жақсы жаңалық бар менде. Менде серый қояным көжек туд. 11 көжек туд. Содан енді 10 қалған. Біреу қайда екенін білмеймін. Өз жек қойды. Или жоғалып астына қаратай түсіп кетті ме? 10 көжегін көрдім. Кеше ғана қарағанда 10 көжек болды. Ішіне 11 еді негізінде туған бойда. Сол жақсы жаңалық. 10 көжек туд. Серый қоянымыз. Әзірге тауықтарымыз осы. Біздердікі қол тимей жатыр. Сол себепті сіздерге бір кішігірім видео түсіріп өтейін деп. Ешкілеріміз әбеттің уақытында қамалып тұр. Қазір шығады. Біздерде күн жанып тұр. Орал қаласында. Өткен жақ бүгін атеш тауықтар өздерімен өздері. Жұмыртқалар тұр, міне жұмыртқа туып жатыр. Осы екі жерге туады, бұл басқа жерге тумайды. 10 жұмыртқа тұр екен, 5-5-тен туып тастаған. Әзірге осы, жақсы сау болыңыздар. Жақсы видеолар алла берді шығады. Әзірге осы, каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тауық асырайтын достарыңызбен тағы да мал асырайтын достарыңыз болса, біздің видеомызды солармен бөлісіп, каналымызға тіркеліп, манағыдай просмотрымызды көбейтсеңіздер жақсы болады. Әзірге жақсы сау болыңыздар, келесі көріскенше. Мынау серый қоянның балдары міне. Мына қоян.